Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өзімнің тапсырысқа жасайтын самсаның жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ал бастайық, алдымен еліктен ұнды өткіземіз. Және де оның үстіне салқын сары майды теркамен өткіземіз. Сары майды ұнға аунатып отырып өткізсеңіздер жеңілірек болады. Барлығын өткізіп осындай крошка жасап аламыз. Енді салқын су құямыз. Бір жұмыртқа, қаймақ және де бір шай қасық тұз салып, барлығын қосып, қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Дайын болған қамыр қолға жабысады, сол үшін азғантай ұнды сеуіп, жақсылап осылай қамыр дайындап аламыз. Енді осыны жарты сағатқа целлофанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамыр міндетті түрде жұқа болуы керек. Және де осының үстіне ертілген сары майды жағамыз. Көп жақпаймыз, өйткені қатты майлы болып кетеді, сол үшін азғантай барлық жеріне жеткізіп, жұқа етіп жағып шығамыз. Одан кейін қамырды осылай ораймыз. Мен мына жерде бір қолымда камера болғаннан кейін дұрыстап орай алмай жатырмын. Және де осылай видеода көрсетілгендей домалатып, орап, мешочекке салып, холодильникке тағы да жарты сағатқа қоя тұрамыз. Әзірше холодильникте тұрған кезде біз самсаның ішіне салатын салманы дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, үстіне жуа және де картоп саламын. Және де көз мөлшермен тұз, бұрыш салып, осылай қолмен жақсылап араластырып дайындап қоямын. Бізде жарты сағат уақыт өтті. Енді дайын тұрған қамырымызды алып, бірнеше бірдей бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Осылай дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен самсаны жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін осылай самсаны жасауға кірісеміз. Маған осы видеода көрсетілгенде әдіспен жасаған ұнайды. Бірақ кез келген өзіңізге ұнайтын формамен дайындай берсеңіздер болады. Үш бұрышты қылып, домалатып. Осымен барлық самсаны жасап алдым. Енді үстіне
жұмыртқаның сарысына шамалы сүт қосып, екеуін араластырып, осылай самсаның бетіне жағып шығамын. Осының үстіне енді кунжутты сеуіп, 180 градусқа 35-40 минутқа пешке салып пісіріп аламыз. Егерде қандай сұрақтарыңыз болса, маған астына комментарийге жазсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.